Саламатсыздар ма, құрметті жастар, Құрметті. қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көптен күткен психосоматика сабағы. Бүгін енді басты мақсатымыз сіздерге кіріспе сабақ болады. Ең басында осы психосоматика арқылы бізде әртүрлі мақсаттар бар. Мысалы, сіздердің осы сабаққа келулеріңіздегі әртүрлі мақсаттар бар. Бір адам өзінің мәселесін шешкісі келеді, өмірінде болып жатқан қарым-қатынас мәселесін, қаржы мәселесін. Бір адам маман болғысы келеді. Осы психосоматика білімін меңгеріп, ары қарай сертификат алып, ары қарай қоғамға пайдалы болғысы келеді. Немесе косвенный аралас мақсаттар болуы мүмкін. Бір жағынан өз мақсатын шешкісі келеді, екінші жағынан қоғамға пайдалы болып, ары қарай психосомат болып реализация еткісі келеді. Яғни әр қайсыларыңызда әртүрлі мақсаттар бар. Менің мақсатым біреу, менің мақсатым осы бір айдың ішінде алла жазса 10 сабақ өтетін боламыз. Сол 10 сабақтың ішінде сіздерге ең алдымен психосоматика білімнің құндылықтарын жеткізу. Жалпы білімді түсіндіру, мынау адамның санасы, түп санасы, жан дүниесі айырмашылықтарды түсіндіру. Неге адамда мынандай мәселелер болады? Мысалы, бақытты болғысы келеді, бірақ бақытты болмайды. Бір нәрсені істегісі келеді, бастағысы келеді, бірақ басталмай жүреді. Немесе бір нәрсені істегісі келмейді. Мысалы, ренжігісі келмейді, қайғырғысы келмейді, өкпелегісі келмейді, ауырғысы келмейді, қарызға кіргісі келмейді, қиналғысы келмейді, бақытсыз болғысы келмейді, бірақ бәрібір бақытсыз болып қалады. Осының білесіздер, бұл әлемді Құдай жаратқан кезде кез келген нәрсені себеппен жаратқан. Кез келген нәрседе не бар? Себеп бар, причина бар. Кез келген нәрсенің следствиесі бар, мысалы, нәтижесі бар да. Себеп бар, нәтиже бар. Себеп бар. Демек, менің қазіргі өмірімдегі болып жатқан нәрсенің себебі бар. Қарым-қатынас болсын, қаржы болсын, денсаулық болсын, бала болсын, ішкі хәлім болсын, ол жерде себеп бар. 100%. Өйткені Алла тағала осы әлемді себепсіз жаратпады ғой. Себеппен жаратты. Оның себебі бар. Демек, себебі бар болса, шешімі де бар деген сөз. Оның шешімі де бар. Егер себебі жоқ болса, оның шешімі болмайды. Өйткені себебі жоқ та. Сол үшін себебін Алла тағала осы әлемді жаратты, себеппен жаратты, значит, өміріміздегі болып жатқан нәрселер себеп бар. Қазіргі біздің өміріміздегі қазір болып жатқан нәрселердің себебін психосоматикалық көзқараспен қараймыз. Қалай шешуге болады бұл мәселені? Неге психосоматика бұл мәселеде көмектесе алады? Өйткені бұл психологияның ішіндегі адамның денесіндегі реакцияларды зерттейді. Және бұл ғылыми зерттелген бағыт. Мысалы, психологияда білесіздер, жалпы психология деп кірген кезде, оның ішінде ғылыми бекітілген бағыттар бар. Ғылыми бекітілмеген бағыттарда психология деп айта береді. Экзертизм деген сияқты, немесе жаңағы басқа айтпай қойын, енді бірақ бағыттар бар. Научный доказательство жоқ, научный база жоқ, бірақ сонда да олар өздерінде наука ретінде немесе бір психологияның бір бөлігі ретінде айтады. Ал кез келген наука неден болады? Олар адамның себептерін зерттейді. Зерттегеннен кейін бір уақыт өткізеді, бұған энергия бөледі. Бірнеше жылдан кейін, бірнеше уақыттан кейін экспериментті арқылы бір түйіндемелер жасайды. Сол сияқты психосоматика, психология ғылымы жалпы 18-17 ғасырларда қарқынды дамыды, наука ретінде дамый бастады. Наука ретінде дамый бастады. Үлкен ғұламалар, социологтар, психологтар зерттей бастады. Нені? Адамды зерттей бастады. Неге бір адам, мысалы, көңіл күйлі болады, жақсы болады, бір адам көңіл күй болмайды? Эмоция деген не? Неге адам тревожностьқа кіріп кетеді? Неге адамның өмірінде бір берекелі нәрселер болып кетеді? Неге берекесіз болып кетеді? Адамға не істеу керек? Жан дүние деген не?
ішкі хал деген не? Сөйтіп зерттеген кезде байқады, адамда не нәрсе бар? Осознанная часть бар, бұл санасы бар, и неосознанная часть бар. Бейсанасы бар, түп санасы бар. Сол арқылы түсінді. Не арқылы түсінді? Аспаннан қарап түсінген жоқ. Мысалы, кейбір адамдар ойлайды, психологтар жұлдызға қарап, мынау мынандай, мынандай, мынандай деп жазып қойды. Иә, ондай да бар. Ол теоретическая часть деп айтады. Теория бар. Бірақ негізгі база бұл зерттеумен келген. Иә, соны түсіну керек. Зерттеулермен келген. Эксперимент арқылы келген. Енді жалпы психосоматика қалай пайда болады? Мысалы, психология түсінікті. Бұл адамның жанын зерттейтін ғылым. Жалпы психология жанына не қатысы бар, соны зерттейтін ғылымды психология деп айтамыз. Жаны деген не? Ішкі әлемі. Ішкі әлем, ішкі ойлары, сезімдері. Осы ішкі ойлары мен сезімдері адамның өміріне қалай әсер етеді? Осыны зерттеген психология, иә. Соның ішінде психосоматика дегеніміз бұл соматика деген нәрсе кіріп тұр мына жерге. Психология же соматика деген термин кіріп тұр. Бұл жерде соматика деген адамның денесі. Яғни психосоматика дегеніміз адамның жаны мен денесінің байланысын зерттейтін ғылым. Тело. Ал денені зерттейтін қандай ғылым, кім біледі? Медицина, иә? Денені, биологияны, биологическая часть адамны зерттейтін бағыт бұл медицина, иә? Ауруды зерттейді, гормондарды зерттейді, эндокринді системаны, иммунный системаны зерттейтін бұл медицина ғылымы. То есть психосоматика не істеді? Байқады, ғалымдар байқады. 1810 жылы ғылыми термин ретінде енгізді психосоматиканы. Неміс ғалымы Жохан Хейнрод деген кісі енгізді. Бұл кісілер түсінді, адамның ауруы, көңіл күйі, ауруы бір-біріне тікелей байланысты екені ше. Мысалы, адам көңіл күйі жақсы болып жүретін болса, көңіл күйі күшті болатын болса, почему-то ауырмайды. Денсаулығы мықты болады. Хоть и вирус келетін болса да, сквозняк алмайды ол адамды. Адам көңіл күйі нашар, жаман халде жүретін болса, кішкентай бір стаканда бір салқын су ішсін, магазиннен, мысалы 0,5 су ішсін. Ауырып қалады, тамақ ісіп қалады, сразу грипповать етіп, сол күні тамағы ісіп, мұрны ағып, быт-шыт болып кетеді. И осыны зерттеді, неге деген сұрақ пайда болды. Не себептен? Сол кезде психосоматика ғылымы пайда болды. Не істеді ол? Психология мен медицинаның ортасы. Екеуінің бірігуі. Түсіндір алдың ба? А енді медицина мынандай тупикқа келді. Таза мысалы психология медицинасыз болмайды, медицина психологиясы болмайды. Екеуі бір-біріне тікелей байланысты. Иә? Екеуі қайсын мықты деп айтпаймын, бәрі мықты, екеуі де күшті. Медицина деген өте керемет ғылым. Психологиядан өте керемет ғылым. Бірақ екеуі жеке дара бір-бірімен бөлініп кететін болса, екеуі де тупикқа кіріп қалады. Медицина өйткені айтады, көп аурудың өмір бойы ауырып кетеді деп айтады адам, иә? Өмір бойы ауырып кетеді, мысалы. Аллергиямен не дейді? Аллергия практически емделмейді дейді. Бірақ біздің практикалар арқылы, психосоматика арқылы өзімде де личный результат болды. Аллергияны кәдімгідей хронический аллергиямен 7 жыл бойы ауырып келген адам 2 сеанста ма, өзі есімде жоқ, 1 сеанс лебе 2 сеанста ма, ол кісінің аллергиясы 100% кетті ше. Түсіндір алдым ғой, иә? Не үшін пайда болды? Сол сияқты емделмейтін аурулар бар. Мысалы, рак деген ауру, мысалы. Ең басында психосоматика ол қарқынды дамуы Германияда басталды. Кім бастады? Неміс ғалымы доктор Хаммер деген кісі бастады бұны. Қарқынды зерттей бастады. Неге? Өйткені ол кісі онколог болған, өте үлкен онколог болған. И аяқ астынан баласы қайтыс болады. Баласы қайтыс болғаннан кейін, 18 жаста баласы қайтыс болады. Баласы қайтыс болғаннан кейін, ода 6 айдан кейін, 3 айдан кейін ода рак яичника пайда болады. Өзі онколог. И ол неміс. Немістер не істейді? Өзінің ауруларына жақсырақ қарайды ғой. Олар жаңағы более
андай нәрселерді рекомендацияларды жақсы қарайды. И ол сенбейді, өзінің ауруы ауырғанына сенбейді да. Мүмкін емес дейді. Өйткені мен бүкіл медицинский нәрселердің бәрін рекомендацияны ұстандым дейді. Бірақ баласы не болды оқиғасы? Баласы қайтыс болды. Баласы қайтыс болғаннан кейін 6 айдан кейін рак яичникамен ауырады. Осы жерде күмәнданады, іздейді, зерттейді. Рак яичникамен ауырған адамдардың 60-600 адамның деректерін зерттейді ғой. Рак яичникамен келген пациенттер бар ғой. Именно соларды зерттей бастайды. Сөйтіп зерттесе, не байланыс бар деген сұрақ болды да. Не себептен бұл мүмкін бұл? Логиканы қосты ше. Неге мен кенеттен ауырып қалдым? Не жағдаймен байланысты деп. Сөйтіп қарайтын болса, 600 адамдан бәрін зерттейтін болса, общий бір байланыс табады. Қандай? Көбінде өзінің ұрпағымен проблема болған екен ше. Яғни біреудің баласы қайтыс болған, содан кейін ауырып қалған. Біреудің баласымен конфликт болған, осындайды, ұрпағымен бір проблема. Біреудің баласының өмірінде бір ауыр жағдай болып қалды. Сөйтіп ол түсінді. Нені түсінді? Адамның биологиялық конфликт деп айтады. Внутренний конфликт, іштегі мәселе, оның сырттағы өміріне тікелей әсер ететінін түсінді. Жақсы. Енді құрметті жастар, давайте теоретический частьқа қазір кіреміз. Біздің мақсатымыз қазір бүгін кіріспе сабағы болған соң негізгі түсініктерді түсіндіремін психосоматикаға. Бұл өте маңызды, өте қарқынды түсініктер. Бұйырса біз ертеңнен бастаймыз, немесе арғы күннен бастаймыз, уже практикаға кірісеміз. Ары қарай сіздермен ертең жақсылап тұрып танысып, уже сразу ертеңнен бастап біз практикалық сабақтарға кірісетін боламыз. Бүгін основасын, фундамент, психосоматиканың фундаментін жақсылап түсінуіміз керек, және осы сабақты жалпы 10 сабақ өтеміз, құрметті жастар. Жақсылап тұрып түсіну үшін 10 сабақты бір 3 рет, 4 рет қайталап шығу керек болады. Өйткені кез келген білім қайталаумен бекітіледі. Одан кейінгі сіздерге арнайы материалдар жібереміз. Телеграм канал, қазір біздің группада телеграм каналда жіберіп қоямын. Сол телеграм каналда арнайы материалдар жіберіп отырамын. Сол материалдарда сақтаулы сабақтарды сол жерге жіберіп қоямын. Сол жерде кез келген уақытта бір жылдың ішінде қарап қайталай бересіздер бұл сабақты. Және WhatsApp группамыз бүгін ашып қоямын. Біз WhatsApp группадан 7 адамбыз ба, 8 адамбыз ба, соны ашып қоямын. Ол жерде кез келген уақытта, бүгіннен бастап кез келген уақытта сіздер сұрақ қоя аласыздар. Кез келген уақытта сұрақ қоясыздар. Практиканы бастағаннан кейін, түсінбеген жерлеріңізді, қиындықтарыңызды практика жасау кезіңіздегі жалпы осы білім алу барысында не нәрсе түсінбеңіздер, сол нәрсені еркін қоя аласыздар. Одан кейін әр сабақтың арасында сіздерге тапсырма бекітіледі. Біз бір-бірімізге практика жасаймыз. Сол тапсырмаларды орындау керек болады. Құдай қаласа, бұл екінші сабақтан кейін практикалық сабақтар басталғаннан кейін басталады. Енді түп сана не екен жақсылап түсінуіміз керек. Бұлай негізі жалпы тағы да сіздерге психосоматика туралы айтатын болсам, жалпы психосоматика бұл жаңа ғылым емес. Бұны кезінде кімдерді айтып кеткен? Ибн Синан айтқан сөздері бар. Ол кейін психосоматика діні қарқынды дамып келді. 21-ші ғасырда бұл күшін алды. Өйткені 20-шы ғасырда, 19-шы ғасырда психосоматика білімі медицинаның кәсібінен күресе алмады. Медициналық кәсіп бар ғой, бизнес. Білесіздер ғой, медицина бизнесі үлкен кәдімгі кәсіп да, фармакологический кәсіп. Психосоматика, доктор Хаммер, ол түсінгеннен кейін ауру адамның эмоциональный халіне де байланысты екенін түсінгеннен кейін осыны дәлелдегісі келді. Сөйтіп, ол кісі кәдімгідей ВОЗ бар ғой, всемирное здравоохранение. Үлкен доктор ғой бұл кісі. Психосоматиканың дәлелдерін көрсетеді сол жерге. Бірақ одан кейін ода юридический проблемалар бастайды. Ол дәлелдеп тастайды сол жерде. Юридический проблемалар басталады. Сенбесеңіздер, YouTube-қа кіресіздер, доктор Хаммер деп жазатын болсаңыздар, ол кісінің историясы жазып тұр сол жерде. Қалай ол кісі адамдарға көмектескенін. Ол жерде фармакологический бизнеспен тікелей
қақтығысады. Өйткені егер де ол кісі өзінің теориясын дәлелдейтін болса, онда 80-90% аптекадағы дәрілер, сататын дәрілер керек емес болып қалады екен. Ол кісінің теориясы дәлелдейтін болса, 80-90% аптеканың дәрілер керек емес болып қалады екен. Яғни фармакологический бизнес системасын құртып алады екен. Көрдіңіз ба, қандай мәселе? И вот бизнеспен тап болған кезде ол қаншама уақытын сонымен күресті ол кісі. И ол кісі шатаспасам, осы 1997 жылы сол жерде қайтыс болды ол кісі, доктор Хаммер деген кісі. Кейін бәрібір шындық деген нәрсе өзінің уақытымен женеді, білесіздер ғой, иә? Шындық ол уақытымен женеді. Адамдар емделгісі келеді, ауырғысы келмейді. Ары қарай зерттейді. Зерттеулердің барысында қазіргі таңда психосоматикада американский ученый бар, немецкий ученый бар, английский ученый бар, мектеп ашқан, оқу орындарын ашқан. Америкада психосоматика қарқынды дамып, кәдімгідей университет деңгейінде, қазіргі Москвада, Россияда арнайы психосоматиканы оқытады. Бірақ әлі бұл Қазақстанға ғылыми деңгейде әлі келген жоқ. Бұл болашақта осы 3-4 жылдың ішінде уже келеді. Біз соған қарай бағыттап жұмыс жасап жатырмыз. Біздің қазіргі таңда ассоциация бар. Дәуренбек Кударовтың инициативасымен туындаған ассоциация бар. Ол кісі мен жеке ұстазым. Сол кісі ассоциацияның президенті. Біз болашақта мынандай мақсат қойып жатыр, сол психосоматика университеттің деңгейінде өсіруші. Өйткені бұл Россияда уже бар, Америкада уже бұрыннан бері бар, кәдімгі мектеп ашылған, университет ашылған. Енді бұл Қазақстанға келеді ғой. Қазақстанға келген екен, Қырғызстанға, Өзбекстанға келеді. И вот Қазақстанға келгенде бірінші соны ашатын адамдар біз болуымыз керек деген мақсат айтты ол кісі. Сөйтіп қазіргі біз ғылыми жобалармен жұмыс істеп жатырмыз осы психосоматика бағытында ше. Жақсы, бұл енді қысқаша психосоматикаға кіріспе. Сіздерге тағы да қосымша материал. Енді жіберетін боламын. Енді біз түсінуіміз керек енді. Ладно, хорошо, біз түсіндік. Психика не екенін түсіндік. Соматика не екенін түсіндік. Бұл оказывается біздің денеміз екен. Соматика дегеніміз, психика деген біздің жан дүниеміз екен. Логос деген зерттеу екен. Хорошо, енді нақты қалай жұмыс жасаймыз? Не нәрсеге байланысты адам өмірі дейтін болсақ, бұл адам психикасына байланысты. Психика. Психика дегеніміз, бұл міне қазіргі таңда менің бойымда қандай ақпараттар кіріп жатыр басыма. Әлемді қабылдауым, ойларым, қандай ой шығады, қандай ой кіреді, осының барлығы психика деп атады. Психика бізде, біздің миымыз болса, ақпарат келеді, ақпарат шығады. Осыны біз психика деп атамыз. Бұл бізде екіге бөлінеді. Сана және түп сана. Көрініп тұр ғой, құрметті жақсылар? Түсінікті болып отыр ма? Ақпарат түсінікті болып жатыр ма? Иә. Хорошо, жақсы. Енді қараңыздар, сана дегеніміз не? Сана бізде түсінуіміз керек. Сана деген мен ақылмен түсініп тұрған нәрселер. Мысалы, 1-ге 1 қосу 5 қой, иә? 1-ге 1 қосу 5 қой, иә? Математика оқығансыздар ма, сіздер оқымағансыздар ма? 1-ге 1 қоссаң 2 емес пе? Вот, мен енді түсініп тұрмын. Саналы түрде бұл 2 5 емес екен, иә? Иә. Бұны біз сана деп атаймыз, көрдіңіз ба? Өйткені мен түсініп тұрмын оны, ше? Ал неге мен тағдырым сондай? Мен оны түсінбеймін уже. Ол уже түп санада, ше? Вот, сана түсінуім керек. Түп сана мен сананы ажырату үшін түп сана мен сананы ажырату үшін
түсіну керек. Сана это вот мен логикалық деңгейде вот түсініп тұрған ақпараттар. Бұл мен санам. Ал түсінбей тұрған нәрселер, терең нәрселер, бұл мен түп санам. Мысалы, мен түсініп тұрмын, қазір бақытты болғым келеді. Иә, ақылмен. Ақша тапқым келеді, мысалы, бай болғым келеді. Бірақ почему-то менде жоқ. Например, почему-то мен бақытсызбын. Бір адам маған айтады келеді. Вот Саян мырза дейді, мен самооценкамды жақсартқым келеді дейді. Мен дейді өзімді адамдардың алдында кез келген жағдайда жақсы сезімім келеді дейді. Бірақ почему-то дейді адамдардың алдында өзімді төмен сезінемін дейді. Детский травмасы бар да енді. Әбден подавление жасалынған бала кезде. Не болып жатыр? Санасымен түсініп тұр осы. Ой, я так не хочу. Иә? Ақылмен түсініп тұр. Бірақ бәрібір соны істеп жатыр да, төмен сезініп тұр өзінде ше. Түсінбей тұр бірақ неге екенін, өйткені ол қай жерде тұр оның? Түп санасында. Вот, түп санасында тұр, көрдіңіз ба? А енді қараңыз, сана деген не нәрседен тұрады? Сана деген 4 нәрседен тұрады. Бірінші, аналитикалық ақыл мен рационалды ақылдан тұрады. Аналитикалық ақыл дегеніміз не нәрсе? Бұл біздің есептеріміз. Бұл біздің модельдеріміз. Мысалы, 4-ке 4 қосу қанша? 8. 8. Кім қандай менің ақылым есептеп тұр? Аналитикалық ақыл. Бүгін сағат 15:00-да сабақ басталамыз деп айттым ғой сіздерге. Не нәрсе есептеді? Ми, уақыт. Аналитикалық ақылымыз есептеді. Қалтамда қанша ақша бар? О, ертеңге жете ма, жетпей ма? Бүгін қанша ақша жұмсаймын, ерте қанша ақша керек, не істеу керек деп ойланған кезде, не нәрсе жауап береді, не нәрсе жұмыс жасайды басымызда? Аналитикалық ақыл. Соның ішінде аналитикалық ақыл. То есть ол Құдай тағала бізге не үшін берді? Біз есептеу үшін, ойлану үшін берді. Есеп жүргізу үшін берді. Оны біз аналитик ақылмен жұмыс істейміз. Ал енді рационалды ақыл деген бар. Рационалды ақыл деген ол более терең ойлау. Терең мағынамен ойлау. Смысловой, мәнмен ойлану деген сөз. Мысалы, бүгін сабаққа 15:00-де біз келдік. Аналитика ақыл есептеп бер, так 15:00-да, значит мен қолым бос болуым керекпін. Кем дегенде 1 сағат, 1,5 сағат мен сабақ тыңдау керекпін, дайындау керекпін, Zoom скачать етуім керекпін. Дәптер, ручкамен дайындалып, Саян мырза не деп айтады, сол қызық, соны түсініп алуым керекпін. Аналитикалық ақыл есептеп сады оны, иә? Рационалды ақыл не нәрсеге жауап береді? Не үшін деген сұраққа жауап береді. Не үшін мен оны істеп отырмын? Маған керек па, керек емес па? Қандай мәні бар? Пайдасы бар ма, жоқ па? Зияны бар ма? Түсіндіре алдым ба? Более глубокий, көрдіңіз ба? Ол смысловой, терең ақыл. Мысалы, исламда мынандай термин бар, ақыл иелері деп айтады ғой. Байқасаңыз, ақыл иелері деген осы рационалды ақылды пайдаланатын адамдар туралы айтады екен, оказывается. А енді қайсында проблема бар, қалайсыздар? Психологический адамда қайсында проблема бар? Аналитикалық ақылда ма, рационалды ақылда ма? Рационалды. Ага. Неге? Хорошо. Бәріміз ойлаймыз, рационалды ақылда проблема бар деп, е? Оны ойлана алмаймыз. Ар жағын. Рационалды ақылда проблема жоқ. Негізінде. Проблема аналитика ақылда болады. Проблема аналитика ақылда болады. Если біз постоянно аналитика ақылмен ғана, аналитикалық ақылды пайдаланып өмір сүретін болсақ, постоянно аналитикамен өмір сүретін болсақ, ол бізді стресске кіргізеді. Ол бізді түп санамыздағы барлық жаман не нәрсе бар, соны оята береді. Мысалы айтады, бір адам айтады, мен 1 миллион теңге тапқым келеді дейді.
аналитика жүргізеді. Иә, аналитика айтты, 1 миллион теңге таптым, бірақ мен не істеймін, қалай таба аламын дейді. Мен осы нәрсені істейтін болсам, а вдруг істейтін болсам таба аламын негізінде дейді. Аналитика жүргізіп жатыр. А бірақ таппай қалсам ше не болады? Көрдіңіз ба? Қолынан келеді мына нәрсе, а бірақ қолынан келмей қалса не болады? Мына нәрсе істесем, алып рисковать ететін болсам, жақсы пайдасын табам, күшті пайдасын табу мүмкінмін, а бірақ риск бар, что мен минусқа да кетіп қалам деп жатыр. Көрдіңіз ба аналитика ақыл? Есеп жүргізгенде не істеді? Жақсы жағында жаман жағын есептейді ғой. Иә? И сонымен аналитика ақыл адам қатты есепке кірген кезде, қатты аналитикамен жүргенде, өмірінде қатты контролировать еткісі келеді. Вот контрольға кіргісі келеді. Сөйтіп адам не нәрсеге кіреді? Стресске кіреді. Стресс, тревожность деген нәрсеге кіреді. Өйткені постоянно аналитика ақылмен пайдаланды. Ал рационалды ақылды қосатын болса, ол жерде жан дүниесі тыныш болатын еді. Рационалды ақыл более терең ойланатын болса, ол аналитикалық істеген нәрсесін тезірек, жақсырақ орындайтын еді да. Сол үшін Құдай бізге не беріп қойды? Мынаны беріп қойды, еще мынау ақылды да беріп қойды, чтобы мы не потерялись. Үшіншісі, күш-жігер деген нәрсе бар. Күш-жігер деген сила воли. Мысалы, күш-жігер деген нәрсе, сіздер, біз қысқа мерзімді жады бар. Мысалы, күш-жігерді біз қашан пайдаланамыз? Менің санама және түп санама бейтаныс нәрселерді мен қалаған кезде күш-жігер танытамын. Мысалы, кішкентай кездеріңізде, естеріңізде болса, барлықтарымыз велосипед айдағымыз келді. Иә? Бірақ оны білген жоқпыз қалай айдау керектігін. Не істедік? Бірақ бізде не болды? Қатты желание қатты болды. А бірақ бұл желанияның ар жағында не бар? Страх бар, иә? Қандай қауіп бар? Великпен айдасам, мен білмеймін бұл оны. Құлап қаламын деген. Құлап қаламын деген, иә? Құлап қаламын, тап қалса аяғымды сырып аламын, қолымды сырып аламын, соғып қаламын, вдруг машина шығып қалады, басып кетеді. И көп та страхтар, иә? Бірақ не істедік? Бізде желание көбірек болды. Желание көбірек, мен оны танымаймын, мен денеме таныс емес ол, бейтаныс нәрсе. Менің памятімде жоқ ол, рөлға отыру, жүру деген нәрселер, иә? Мен бірақ отырам, өйткені менде желание қанша? Например, 70% деп айтайық. Желание 70%. Осы жерде мен не істеймін? Күш-жігер танытам, отырып алам великқа и айдайын велосипедпен, иә? Бірақ не істейміз? Білмейміз ғой, тәжірибе жоқ қой. Құлаймыз, иә? Сүрінеміз, аяғымызды сырып аламыз. Бірақ сонда да қайтадан тұрамыз да, қайтадан істейміз, күш-жігер танытамыз. Арада бір апта өтсін, 4-5 күн өтсін, уже автоматты түрде мен сол велосипедпен қайтадан отырамын. Неге? Өйткені ол уже автоматты түрде мен жаттап алдым, ол маған таныс инструмент болды да, таныс нәрсе болды. Өйткені менде желание 30%, 70% болды, страх 30% болды. А енді қараңызшы, наоборот, менде желание 30% болса, страх 70% болса, мен күш-жігерді пайдалана аламын ба? Жоқ. Неге? Себебі желание жоқ, желание аз мүлдем. Бар ғой. Ну, аз, мало. Не көп? Страх көп ол кезде. Страх көп көрін. Сол үшін мен оны істемей, күш-жігерді пайдаланбаймын. Мен барам, великқа отырам, бір кәтенем, аяғымды құлап қалам, аяғымды сырып аламын, келесі күні мінем бе мен? Жоқ, қой құрсын, мен оған жақындамаймын енді деймін. Сол сияқты өмірімізде осы нәрсе қатты рөл атқарады. Мен бақытты болғым келеді. Или ақша тапқым келеді, например. Қанша пайыз?
менде желание бар. 70% болса, Мгм. қорқыныш бола ма адамда? Болады. Неге? Өйткені ақша табу оған онда тәжірибесі жоқ. Мгм. Ол естественный қорқынышы, ода опыт жоқ әлі. Мгм. Естественный қорқыныш. Егер де мен желанием 70% болса, мен 30% қорқынышты жеңем. Не істеймін? Қателік жасаймын, тұрамын, қателік жасам, күш-жігер маған осы жерде көмектеседі. Егер менде ақша тапқым келеді, желанием 30% бар, бірақ қорқынышым 70% болса, мен бірінші қателіктен маршрутты артқа қоямын сразу, да? Сзади берем сразу. Бірінші қателіктен. Өйткені страх менде 70%, желание менде 30%. Мен айта салам, не деп айта салам? Тағдырымда жазған солай шығар енді, что-то мен қолымнан келмейді, что-то маған ұнамайды деген сияқты бір нәрсе айта салам ше. Мгм. Бірақ оны істемеймін. Түсіндіре алдым ғой. Енді күш-жігерді қай уақытта пайдаланамыз? Например, алла жазса, сіздер психосомат болған кезде сіздер терапия жасау әдістерін үйретемін ғой сіздерге. Сол кезде сіздерде терапия жасау опыт бар ма сіздерде? Жоқ. Жоқ. Значит, сізде страх бола ма? Иә. Болады. 100% болады ол страх. Мгм. Бірақ мен сіздерге полный детальный методиканы үйретеміз. Практика түрде жасаймыз, визуально бәрін көрсетеміз. Практика түрде жасап көрсетемін. Ары қарай сізде сол методиканы істеу ғана қалады. Істеген кезде естественный страх болады, өйткені бұл сіздің денеңізге, санаңызға таныс емес. Мгм. Енді не істеу керек сол кезде? Просто сол терапияны істеу керек. Тәжірибе істеймін, күш-жігерді қосам, қорқыныш келе ма? Келеді. Бірақ соны мен 3 рет, 4 рет, 5 рет қайталасам, қорқыныш кете ма? Мгм. Қорқыныш кетеді. Бұл оказывается нормальный екен ғой, өткізуге де болады екен ғой деген ше. Мгм. Одан кейін бірінші санамызда қысқа мерзімді жады бар. Бүкіл ақпарат бірінші рет адаммен контакт жасаған кезде, кез келген ақпарат, жаңа ақпараттар. Бұл біздің түп сана деңгейде болмайды, бұл санамызда болады. Орыстар күшті айтады осы жерде. Повторение, мать учения деп айтады, Мгм. Қайталайтын болсан, бұл есте сақтайды деді. Демек, осы ақпаратты, даже бүгінгі сабақты, қазір мен өтіп жатырмын ғой, бұл сіздердің сана деңгейіңізде ғана қалады. Ал бірақ түп санаға кірмейді бұл. Бұл даже мен сіздер ертең бұны сұрасам, сіздер ұмытып қалуыңыз мүмкін. Ал бір аптадан кейін сұрасам, сіздер 90% ұмытып қалуыңыз мүмкін. Бір жылдан кейін сұрасам, сіз айтасыз, мен сізді танимын ба? Мен сізді вообще таныс емеспін дейді. Или сәке сенбісің ба? Түп сана деген не десем, қайдан білейін дейді, сол кезде ашылды, сол кезде жабылды ғой бұл тақырып деп айтасыз. Неге? Өйткені мен оны қайталаған жоқпын. Енді менің түп санама кіру үшін, түп санада мынандай нәрсе бар. Ұзақ мерзімді жадымыз бар. Долгосрочная память деп айтады орысша. Яғни кез келген ақпарат мен өмірімде бірнеше рет қайталанатын болса, автоматты түрде менің түп санама кіреді. Автомат. Сол үшін сіздерге өтініш бұйырса, маман болғаныз келсе, сабақтарды қараңыздар. Кем дегенде 3-3-тен қарап шығыңыздар, әр сабақты. Просто из-за того, что біздің психикамыз сондай. Енді түп санада не бар десек, түп санада сезім және эмоция бар. Үшіншісі сенім және шектеу бар. Орысша айтқанда убеждение и установка. Төртіншісі қабілет және дағды. Мысалы, мен велосипедпен басында білген жоқ, ол менде қабілет болған жоқ менде, Мен оны тебу үшін күш-жігер таныттым. Бірақ бірнеше рет қайталағаннан кейін, бір аптадан кейін қарайтын болса, мен оны автомат түрде жасаймын. Менде қандай қабілет болады? Велосипед айдау қабілеті уже болады. Мен машина жүргізу білмесем, басында маған қорқынышты болады. Бірақ менде желанием 70% болса, или 60% болса, қорқыныш бола ма? Болады, өйткені мен біреуді соғып кетуі мүмкінмін.
авария болған мүмкін, бірінші столбты жабыстырып алу мүмкінмін деген сияқты. Еще ол менің машинам болмайды обычно, бірінші машинада. Ол ағаның машинасы, әкенің машинасы, ағаның машинасы, көршінің машинасы, досының машинасы деген сияқты. Сол бірінші машинамен контакт жасаған кезде менде желание қатты болады, үйренгім келеді, бірақ қорқыныш та болады. Мен не істеймін? Желанием қатты болса, мен сұрап аламын да, қане әкеш, мен айдап үйренейін, оқимын, там правила оқимын, басқа нәрсе оқимын. Машина отырып айдаймын, басымнан қара тері шыға ма? Каждый бірінші светофор, бірінші пешеход, каждый тас, каждый кочканы көрем, каждый столбты көрем. Бәрін көріп тұрам. Внимание 100% болады, өйткені менде страх болады ше. Все хорошо. Арада бір ай бойы мен машинаны айдайын. Бір айдан кейін менің рөлім былай отырады уже. Мен крутоймын уже. Автоматты түрде не болады? Машинаны спокойно айдаймын. Мен миым напрягаться етпейді. Даже пешеход, светофор автомат түрде тоқтайды. Автомат түрде тоқтаймын, на автомате істеймін. Өйткені мен не нәрсе болады? Қабілет дамыды. Дағды дамыды, не нәрсе машинаны жүргізу. Демек, бұл жерде не түсінуіміз керек? Кез келген білім, кез келген әрекет, кез келген нәрсе бұл қайталаған кезде адамның өмірінде қабілет деңгейінде дамиды. Соны түсінуіміз керек. Басында қорқынышы бола ма? Болады. Просто не істеу керек? Егер маған бұл нәрсе, бұл қабілет болсын, бұл мысалы навык болсын, маған қатты керек болса, мен ол жерде просто желанияны көтерем, страхты азайтам. Желание деңгейсін көтерем, ниетті қалауды көтеремін, бірақ қорқынышты азайтам. Сол кезде мен әрекет ете аламын. Егер мен қорқынышты азайтпасам, ол мені жеңеді. Мен жалқауланам, прокрастинацияда жатам, уақытты босқа өлтірем деген сияқты. Енді құрметті жақсылар, сана мен түп сананың адам өміріне әсері қанша пайыз деп ойлайсыздар? 100%-дан ше? Сана қанша пайыз әсер етеді, түп сана қанша пайыз әсер етеді? Сана 5%, түп сана 95%. Сіз мен сабағын көрген адамсыз, Сана 5%, түп сана 95% әсер етеді екен. Представьте, да? Бұл қалай әсер етеді? Мені денеме, мен өміріме, ойыма әсер етеді. Біз ойлаймыз, көбіне, мысалы анада семинар жасадым, көбіне айтады. Біз саналы түрде өмір сүреміз ғой дейді, көбіне дейді. Мен айтам, жоқ, мен сізге дәлелдеп бере аламын, что біз түп санамен өмір сүреміз. Мысалы, сіз таңертең тұрған кезде, тісіңізді жуған кезде, санамен жуасыз ба, түп санамен жуасыз ба? Санамен, автомат түрде. Өйткені сіз физически тісіңізді шайқап тұрасыз, бірақ миыңызбен бүгінгі күнді біреумен ұрысып атасыз ба, бүгінгі проблеманы ойлап атасыз ба, әлде қазір бала шағымда анда апарамын, апыр-топыр болып тұрасыз. Дұрыс па? Бұл ойлардың бәрі түп санадан шығып жатқан ойлар. Сіз санаңызбен тісіңізді жуып атқанын осознавать етіп тұрған жоқсыз да сол жерде. Санамызбен болып жатқан нәрселерді мен осознавать етіп тұрған жоқпын. Автоматически жасап жатырмыз оны. Сол сияқты мен үйде шай ішкенде, тамақ ішкенде, машинамен жүргенде, автобуста отырғанда, күйеумен сөйлескенде, ата-анамен сөйлескенде, егер мен осознанно, мен не айтып тұрмын, соны түсініп тұратын болсам, ғана мен саналы түрде істеп жатырмын. Ал на автомате істейтін болсам, бұл түп сана. Ал саналы түрде деген қашан? Мен реальностьті сезінгенде, реальность, яғни осы уақытты. Қазір, осы представьте, мысалы, санаға кіру үшін қараңыздар. Алданызда не тұр? Телефон тұр. Телефон ар жағында кім тұр? Бір какой-то адам, Саян деген, бір нәрсені түсіндіріп тұр, я? Қасында жан-жағына қараңыздар. Жан-жағына қараңыздар, не тұр? Заттар тұр. Қолыңызға қараңыз. Қолыңызға сезіңіз. Сананы сезіну үшін мен сізге айтып отырмын, я? Қолыңызды сезіңіз, мысалы, я? Міне. Контакт реальности. Міне сана. Реальностьта тұрмын қазір. А миыңдағы ойға қарасаңыздар, ол где-то мына жерден басымыздан шығады ол ше. Енді санаңызда тұрып,
бойдың бәрін алып тастаңызшы. Просто жоқ қылдырдыңыз оны. Тишину просто. Жоқ қылдырып тастаңыз ойда. Представьте, что их нету. Спокойствие келеді адамға, иә? Мгм. Проблемалар тұрады, ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Нету. Жоқ қылдырып тастаңыз. Бәрін жоқ. Міне тек қана осы уақыт бар. Сабырда тұрасың. Тишина келеді, көрдіңіз ба? Спокойствие келеді. Сана 5% болса да, сана 5% болса да, бірақ дейді, адамдар санасын пайдаланса, сананың күшін пайдаланса, 95%-қа әсер етеді осы, 95% басқара алады. Представьте, да? Мен оны естігенде таң қалғанмын. Сана Мгм. 5% күш болса да, егер адам сол күшті пайдаланса, санасын пайдаланса, ол 95%-ті басқара алады. Егер оны пайдаланбаса, 95%-ті никак басқара алмайды. А оны басқару үшін тек қана в реальности, реальный моментте сезініп отыру керек. Оңай ма ол? Оңай емес, иә? Мгм. Сәл қиындау. Өйткені бізде не жоқ? Білім жоқ. Қабілет. Қабілет жоқ сананы пайдалану деген ше. Мгм. Ол да навык қой. И значит, мен саналы өмір сүруде не істеуім керек? Қабілеттерді дамытуымыз керек. Постоянно қайтып отыруымыз керек. Вот, дұрыс айтасыз. Сол кезде мен түп санам үйрене ма саналы түрде өмір сүруге? Иә. Үйренеді. Өйткені бұл түп сана деген нәрсе, бұл не сияқты? Мышцы сияқты ше, мышцы. Мен оны қалай качать етемін, ол солай өседі ол. Бірақ ол бір күнде өсе ме? Бір күнге залға барамын да, мен качок боламын ба? Болмайсыз. Бола алмаймын. Азайып кетмей жатырмыз ғой. Азғым келеді, бір күнде аза алмаймын. Бірақ адам не істейді? Бір күнде азғысы келеді. Bir күнде бай болғысы келеді. Bir күнде қарым қатынаста бақытты болып кеткісі келеді. А это же мышцы. Бұл ми ғой, ми кәдімгі ше. Отырған психика, там, мозг, это орган. А мы думаем, что біздің миымыз это какой-то бір орган емес, ол бір өздігімен, мен ойым өздігімен болып жатқан бір нәрселері сияқты. Жоқ, ол это орган. Психика, түп сана это наш орган кәдімгі. Мгм. Просто түп сана не нәрсеге әсер етеді? Біздің рухани халімізге әсер етеді, жанымызға әсер етеді. Жан. Ал жанымыз кіммен байланыста болады? Денемен. Жанымыз 24/7 Құдаймен байланыста болады. Мгм. Түп сана сол жанға әсер етеді да, жан түп санаға әсер етеді. Түп санамыз біздің это инструмент қанақ ше. Это біздің бір құралымыз қанақ. Память о прошлом. Мен қысқаша айтқанда түп сана не екенін түсіндіріп берші маған десе, мен айтамын, это память о прошлом. То, как я жил, қалай мен өмір сүрдім, не нәрсені дамыттым, не нәрсені көрдім, не нәрсені мен рилста көрдім, қандай сабақ өттім, кіммен сөйлестім, қандай тәжірибем болды. Соның бәрі менің памятімде тұр. И мен оны автомат түрде соны істеп жатырмын. Үйренген өмірімді ше, үйренген программаларымды, әдеттерімді қайтадан істеп жатырмын. Ол мен жанмен байланысты, ал жан Құдаймен байланысты. Жақсы, хорошо. Біз не нәрсені түсіндік, түп сана не екенін түсіндік. Онысы түсіндірген жоқ, қазір қараңыздар енді. Қандай мәселе бар? Сезім және эмоция деген нәрсе бар. И осы жерде ученыйлар айтады. Адам дейді, қашан, мынандай сұрақ болды да, адам қашаннан бастап сезе бастайды деген сұрақ болды. Вот сезім деген жаратылған нәрсе ғой. Ол жоқ болды, ол пайда болды, иә. А вот оның началосы қашан? Дегенде зерттеген екен да. Сөйтіп зерттеулердің нәтижесінде түсінеді, оның началосы қай уақытта қалай ойлайсыздар? Анасының Жатырында. Жатырында.
Аха. Анасының жатырында екен бастамасы эмоцияның. Ученый айтады. Эмоциональная память, телесная память деген бар дейді. Саналы деңгейде бала ол жерде қандай сезім болып жатқанын түсіне ма? Бейсана. Өйткені ол санасы істеп тұрған жоқ қой. Ол жерде қазір бірге бір қосшы десе, бір жастағы бала айтып бере ала ма? Дейді сізге, мә дейді сізге, иә? Айтып бере алмайды ол. Өйткені оның санасы дамымаған әлі. Анализ, синтез жүргізе алмайды ол. Бірақ несі бар ол жерде балада? Денесінде память бар. Нені сезеді? Сезім және эмоцияны сезеді екен. Қай уақытта? Анасының жатырында. Ал анасының жатырында кімге байланысты сезеді эмоцияны? Анасына. Анасының көңіл күйіне байланысты. Анасы бақытты болып жүрсе, қуанып жүрсе, балаға қандай эмоция келеді? Эмоция счастье, қуаныш эмоциясы келеді, бақыт эмоциясы келеді. Ал анасы тревожный болса, реніш, өкпе, қайғыру, қиналу, қорқыныш, күйеумен таяқ жеп жүретін болса, балаға не істеді? Осының барлығын сезе ма? Бала сезеді екен Сонда сонша, оказывается. түп санада қалыптасып кете ма сонда ол? Иә, түп сана деген біздің денеміз ғой. Бір сөзмен айтқанда ше. Иә. Это наше тело ше. Мгм. И вот, и ол түп санада қалыптасады екен эмоция бірінші эмоциямен. То есть мен даже өзім саналы түрде түсінмеймін, бірақ ол же денемде болып жатады бұл процесстер ше. Қорқыныш, мамам арқылы. Сол үшін исламда айтады, не дейді? Әйелімен көркем түрде қарым-қатынас жасаңдар деген мағынасы осы екен да. Ол мен ұрпағыма байланысты екен ол. Тікелей. Әсіресе аяғы ауыр әйелдерде ше. Если я хочу, что вот еркек болып тұрып, мен ұрпағым жақсы болған қалайтын болсам, мен сол ұрпақты дүниеге әкелетін анасын қадірлеуім керек, оказывается. Сол кезде мен ұрпағым жақсы бола ма? Иә. Анасын қадірлемесем, ұрпағым жақсы бола ма? Вероятность 90-80% ұрпағым нашар болады ше. Өйткені автомат түрде беріледі ол ше. Енді сезім және эмоция жатырдан басталды дейді. Түп сана, адамда мынандай нәрсе бар. Сана мен түп санасының арасында фильтр критического мышления деген бар. Фильтр критического мышления. Байтана сүзгі. Сүзгі деп айтуға болады. Яғни 7 жасқа дейін осы фильтр болмайды балада ше. Бұл не деген сөз? Бала, ол енді 7 деген прям 7 деген сөз емес. Среднем айтылған сан. Біреу 6-да, біреу 5-ке дейін, біреу 7-де, біреу 8-де дейін. Әр бала әртүрлі. В среднем 7. Не болады? Балада бала губка сияқты болады. Нені қиясын ішіне, соның барын автомат түрде сіңіреді санасына ше. Автоматты түрде. И осы 7 жасқа қаратай балада фундаменталды сенімдер пайда бола бастайды. Убеждение бар. 7 жаста пайда болады. Мысалы, ата-анасы келіп айтса, сен жақсысың десе, бала не деп ойлайды? Мен жақсы болсам, значит, әлем жақсы ма? Мен киген әлем жақсы, ата-ана жақсы. Мен жақсы болсам, мен жақсылыққа лайықтымын, қорғандымын, керектімін, кете береді, иә? Убеждениенің қызық жері мына сенімнің. Не нәрсеге сенем, сол нәрседе өмірімде көрем. Мен не нәрсеге сенем, сол нәрсені көрем. Қазіргі таңда мысалы, енді ұстаздардан сұраймыз ғой. Вот сенім деген нәрсе, оказывается, бұл дұға екен да. Дұға. Сенім деген дұға екен.
Өйткені адам 95% түп санасымен, 95%-мен не нәрсеге сенеді, сол нәрсені сұрайды. Мысалы, саналы түрде адам сұрауы мүмкін. Саналы түрде адам сұрауы мүмкін. Мен бақытты болғым келеді дейді да, саналы түрде. Бірақ түп санасында бақытсыз сезімдерінде өзінде бейшара, жаман, әлсіз, қорғансыз, керексіз, мен лайықты емеспін деп ойлайды. Қайсының күші көп? Сананың 5% ма, 95% түп сананікі ма? 95% түп сананікі. Иә, санамен мен 5% бақыт сұрап жатырмын. Түп санамен мен бақытсыздықты сұрап жатырмын. Сұрап Былай жатырмын, ол айтқанда, сол кезде уақытында сұрап қойған ба, солай түп санасы. қазіргі уақытта. Қазір сол кезден бастап, кішкентай кезінен бастап, мен қандай сенімді қабылдаймын, сол нәрсені сұрай беремін Құдайдан ше. Например, мен лайықсызбын деп шешім қабылдасам, мен не нәрсені сұраймын Құдайдан? Маған мен санамен айтамын, мен лайықты болғым келеді деп айтамын ше, 5%. Бірақ түп санамен не сұраймын? Мені лайықты етші деп ше. Лайықсыз етші. Прямой, прям прямой. Мені қолымнан келмейді дейтін болсам, либо мен бейшарамын, мен осы сорлымын дейтін болсам ше, ішімде бір терең ой болатын болса басында, осы мен сорлы шығармын, ештеңе қолымнан келмейтін деген ше. Құдайдан не сұрап жатырмын мен? Аллахым, мені сорлы қылдыр, мені бейшара қылдыр. Саналы түрде сұрап жатырмын ба оны? Жоқ. Ақыл деңгейінде мен оны түсініп тұрмын ба сұрап жатқанымды? Жоқ. Мен оны түп сана деңгейінде сұрап жатырмын, жан дүние. Енді Құдай тағала не дейді? Проблема психикада ғой, біздің түп санамызда ғой. Алла тағала айтады, рационалды ақылды қолданыңдар дейді да бізге. Ойланыңдар, қолданыңдар. Егер бір рационалды ақылды ойлансақ, тереңірек кішкене ойланатын болсақ, мынау түп санамыздағы бүкіл нәрселерімізді тазарта аламыз да. Мынау тазарған кезде автоматты түрде мынау өмірімізді реттеледі. Өйткені мен сұрап тұрған нәрселерім өзгереді. Енді қараңыз, бір қызық жері. Мен жақсы сенімдер қалыптастыратын болсам, өмірім жақсы болады. Мен бүкіл нәрсе адам сеніміне байланысты, убеждениесіне байланысты, установкасына, шектеуіне байланысты. Иә? Қойған шектеуіне байланысты. Енді мен былай істесем, қараңызшы, мысалы, ата-ана ұрысатын болса, баланың санасы дамымаған ғой. Ол ақыл еңгеде себеп пен салдар бар екенін түсінбейді бала, иә? Біз түсінбейміз кішкентай кезімізде. Біз өмірді буквально қабылдаймыз. Ол түсінбейді. Біз әке мен ана ұрысып жатса, біз түсінеміз, бұл екеуі ұрысып жатыр, бұл маған қатысты емес екен, иә? Екеуі ұрысып жатыр. Мысалы, бір адам көшеде біреумен байланыс болса, екеуі ұрысып жатыр, бұл маған қатысты емес, біз спокойно сезінеміз, көмек керек болса, барып көмектесеміз. А бала не деп ойлайды? Әке шешем ұрысып жатыр, не үшін ұрысып жатыр екеуі? Сұрақ туындайды ғой да, иә? Аналитика жүреді ғой балада, кішкентай болса да. Ол бірақ түсінбейді не үшін ұрысып жатқанын ше. Ол ойлайды не үшін? Өйткені мен, ода я деген нәрсе формироваться етеді, мен деген нәрсе. Өйткені мен қандаймын? Скорее всего, мен жаман болған соң екеуі ұрысып жатыр деп ойлайды ше. Представьте, баланың қызық жері психикасының, кімді ученыйлар айтады. Балада дейді, сұрақ туындады ма дейді, балада ше. Демек, сол сұрағына жауап беру керек дейді. Егер сен баланы бақытты болған қаласаң, баланың жаңағы қабілетті, жақсы бала болған қаласаң болашақта, оның сұрақтарына жауап беру керек дейді. А егер сұрақ туынды, сенен сұрады, әке, анау деген не, аспан деген не, или мынау неге мынандай болып жатыр, неге сен бүйтіп жатсың дейтін болсаң, сен оған жауап бермесең, ол бәрібір соған жауап табады. Бәрібір оған жауап табады. Өйткені сұрақ ол жауапты талап етеді. Ал жауапты өзінің санасын деңгейінде табады. Ақылы жеткенге дейін. Мынандай бір қызық не болған екен да, бір кісі психологқа келеді, ода отношения не складывается ше.
отношения не складывается өмірінде. И жаңағы жұмыс жасайды ғой сол кісімен ше. Әйелмен ба, тоже не помню несін оқиғасын, но отношениесі нашар болады. Бір ер кісі келеді. Сөйтіп, мынандай оқиға болады екен. Оказывается, бұның подсознаниесінде мынандай оқиға болады екен. Түп санасына кіреді ғой, жаңағы. Сөйтіп, кішкентай кезінде бұл бала 5 жаста ма, сондайда, и 5-6 жаста болады. Как раз түп санасы формироваться етіліп жатқан уақытта. Сол кезде сестренкасы болады екен. И бұл сестренкасы, аудионы өшіре саласыздар ма? Сөйлеп отыр. Бұл әкесі, ол заманда мынандай болды ғой енді, әкелері қыздарына жақын болады деп айтады, иә. Сөйтіп, әкесін байқайды, қызына көңіл бөледі да, ұлына оған көңіл бөлмейді. Ол бала неге мұқтаж, махаббатқа мұқтаж ғой. Ол әкесіне барып жақындайды, бірақ әкесі оны байтырыш деп шеттетеді. Бірақ қызын келетін болса, қуанады, қызына бәрін істейді, бір нәрсе сатып алса, қызына береді, баласына бермейді. Отношение қандай? Әділетсіз отношение болып жатыр, иә? Сөйтіп, жаңа бала сұрайды ғой. Әке, неге сен мен қарындасыма осылай қарым-қатынас жасайсың? Неге сен маған ондай қарым-қатынас жасамайсың дейді. Әкесі оған не деп айтады? Өскенде түсінесің дейді. Өскенде қызым болады, сол кезде түсінесің дейді. 5 жастағы бала ренішін айтып жатыр әкесіне. Сұрақ пайда болды ғой. Неге менімен осындай қарым-қатынас жасайсың? Я тоже хочу любви отца, ше? Но почему-то маған бермейді, бірақ сестренкама береді. Ответили как? Өскенде түсінесің. А бала түсінбей тұр, сұрақ туындап тұр да басында ше. Неге деген. И ол мынандай шешім қабылдаған. Значит, әкем мені жақсы көрмейді, значит, әкем мені керек емес. Өйткені кім кінәлі оған? Қарындасым кінәлі. Қарындасың кім? Қыз. Значит, қыздар жаман. Түсіндіріп алдым ба? Қандай убеждение пайда болды? Есейеді, өседі. Убеждение бар ғой қандай? Қыздар жаман деген. Из-за них ол әкесі махаббатын алмады. Есейген кезінде қасында любой қызды не істейді бұл? Тиран болады, абьюзер болады. Шыдаттырмайды, жаңағы қызды унижать етеді, оскорблять етеді. Онымен жақсы қарым-қатынас құра алмайды. Неге? Өйткені из-за нее қыз деген кішкентай кезінде қарындасы болса, анасы болсын, есейген кезінде бұл әйелі болады ше, либо қыздары болады. Бүкіл гнев ішіндегі несін әйеліне шығарады ол. Әйелі бірақ не причем ол жерде ше. Ол бейшара не причем, оның травмасына қатысты. Ол келіп, онымен бірге бақытты болғысы келіп тұрған адам, бірақ ол оны кім көреді? Конкурент көреді. Кінәлі көреді оны ше. И бүкіл агрессиясын, оказывается, сол себептен қарым-қатынас құра алмай жүрген екен ше. Как только бұл вопрос решится, ол қарым-қатынасын жақсы құра алады. Енді қараңыз, мен жаманмын ба? Например, әке ана ұрысты. Әке ана ұрысты. Либо мені ұрысты. Еке бір-бірімен ұрысып жатыр, қырылысып жатыр. Мен ойлайды екенмін, не үшін бұл ұрысып жатыр деп түсінбеймін ғой. Не үшін бұлар бақытсыз? Хотя бақытсыз болса да болатын еді ғой деп. Неменеге ұрыса береді, бір-бірімен қырылысады, еще мен ұрады, еще плюс к этому. Скорее всего, мен жаманмын. Мен жаман болсам қандаймын? Лайықсыз, қолымнан келмейді, қорғансыз, мен ешкім қорғамайды. Бұл әлем маған қауіпті. Мен сақ болуым керекпін. Мен сақ болып жүруім керекпін дейтін, бұл әлем маған қауіпті дейтін адамдар мошенниктарға көп тап болады ше. Подсознательно әлем небезопасный болса, мошенниктар көп тартады адамдар ше. Притягивать етеді. Сөйтіп осында убеждениемен өседі. Ja? Сосын есейеді ғой, қарайды. Так, менің әке шешем өмір бойы сен жамансың, ақымақсың, тупойсың деп өсірді, например. Пример айтайын сіздерге. Біреуін ұрысып қырылысты. Ана жақта қараймын, біреудің әкесі ол істеп тұрған жоқ. Өзінің баласына сен жақсысың деп айтып жатыр. А почему мен әкем маған сөйтіп жатыр? Енді сұрақ туындайды ғой. Басында ол түсінбейді неге, это норма деп ойлайды да. Бірақ ол салыстырады. Опять же, салыстырғаннан кейін оның самооценкасы, өзіне деген бағасы
төмен болады сразу. Неге? Өйткені біреудің ата-анасы жақсы, мен ата-анам жаман. Өйткені неге мен ата-анам жаман? Скорее всего, мен жаман олар емес ше. Өйткені мен олар жақсы көремін ғой. Скорее всего, мен жаманмын. И все. Бұл баланың басына бекітіледі. 7 жасқа дейін шешім қабылдайды. И қандай шешім қабылдайды, сондай шешіммен до конца ары қарай өмір сүріп кетеді, пока бұл шешімді өзгертпегенге дейін. Одан кейін тағы да бір окно болады, 11 мен 12 жастың аралығында шамамен. Бұл андай балиғат жас деп айтамыз ғой. Исламда балиғат жас деп айтамыз. Яғни қандай подростковый уақыт, ер адам детородный болады, әйел адам бала көтере алады. То есть андай күндері келе бастайды, циклдары, менструальный циклдары келе бастайды. Сол уақытта сол жерде окно бар. Окно не нәрсеге? Фильтр критический мышлен өте қатты әлсірейді. Саны несі ше. 7 жаста бекітіледі. 7 жасқа дейін ол осындай шешім қабылдайды. Одан кейін 11-12 жасқа дейін бұл шешімдері окно болады. Ол уақытта бала жеті ала алмаған махаббаттарын алғысы келіп, жылап, жаңағыдай жақсы көрем, құшақтағысы келіп, сондай состояниеде жүреді балаша. Не үшін? Восполнить ту любовь, которую не получил в детстве. Кішкентай кезінде ала алмаған махаббатын толықтыру үшін. Бұл табиғи процесс. Ары қарай осы жерде толықтырып алса, ары қарай уже самооценкасы бұның бәрі өзгереді, жақсы болып кетеді. Енді бірақ не нәрсе, осы нәрселер шешімдер қабылданып қалса, адам не істей алады енді? Фильтр проблема не нәрседе? Біздің фильтрімізде. Біз енді просто так убеждениені өзгерте алмаймыз. Отырып алып мен айта алмаймын. Мен енді бүгіннен бастап жақсы адам боламын деп айтам саналы түрде ше. Мысалы да, саналы түрде айтам, ол менің психикама қанша процент әсер етеді? 5%. 95 айтамыз, біз екеуміз жаманбыз ғой. Помнишь деп айтады ол сізге доказательство айтады. Сіз айтасыз, жоқ, мен жақсымын деп айтасыз. Түп сана айтады, сен жамансың дейді. Неге? Өйткені менде доказательство бар оған. Оған доказательство менде тәжірибе. Доказательствосы не? Опыт. Опыт, который кішкентай кезінде получил. Например, қандай пример айтайын сіздерге? Вот убеждение қатысты ше. Жер 4 бұрышты. Дұрыс па, дұрыс емес па? Білесіздер ме, жер 4 бұрышты екенін? Дұрыс па, дұрыс емес па? Мен сіздерге дәлелдеп бере аламын. Жауап берсеңіздер сенде, я жоқ деп. Неге жер домалақ? Кім айтты сіздерге жер домалақ деп? Біз мектепте солай оқыдық қой, жер домалақ деп. Кім айтты сіздерге жер домалақ деп? Мектепте оқыдық. Неге? Доказательство бар ма менде? Нақты жоқ қой. Бар ғой. Мен оқытты ғой жер домалақ деп. Опыт көрдіңіз ба? Мен сіздерге қазір айтсам да сіздер қабылдамайсыздар оны ше. Өйткені жер домалақ шынымен де, мен просто пример ретінде айтып отырмын. Например, от суық. Келісесіздер ме мен? От суық. От жақсаң тонасың. Келіспейміз. Неге? Білеміз ғой оттың ыстық екенін. Қайдан білесіз оны? Қолымыз жақындатып көргенбіз отқа. От жылу беретін білеміз. Пацандармен айтып тұрады ғой оны. Опыт бар сізде, көрдіңіз ба? Ол жайдан жай біліп тұрған жоқсыз оны ыстық екенін, Иә. Вот осылай біздің тәжірибеміз, убеждение солай қалыптасады. Басында біз дүниеге келгенде бізде убеждение болмайды, бізде пустой болады санамыз ше. Біз білмейміз. Кішкентай бала білесіздер, барады не істейді, секіре салады, ол 2-ші этаждан. 5-ші этаждан секіре салады, бірге толмаған бала ше. Сөйтіп қайтып болып кетуі мүмкін ше. Сол себептен біз қорқамыз, ограждение қояды. Или барады тоқты ұстай салады. Неге? Өйткені ода убеждение жоқ әлі, сенім жоқ, что ол қауіпті екен. Ол барады ыстық шайнекті ұстай салады. И вот представьте, біздің өмірімізде дәл сонда убеждение, біздің өміріміз сенімнен тұрады екен, бүкіл нәрсе.
Абсолютно бүкіл нәрсе сенімнен тұрады. Сенім болған соң ғана менде, ал сенімде всегда доказательство болады, яғни бір опыт болады. Енді осыны түсінетін болсақ, ше. Демек, мен айтсам, мен бүгін жақсы адам боламын деймін, бірақ менде түп сана доказательство бар, что мен жаман екенім. Осы жерде кім көмектеседі бізге? Саналы түрде мен айтамын, мен бақытты болғым келеді деп айтамын. Түп сана айтады, жоқ дейді. Неге? Өйткені сен бақытсыз адамсың, изначально сен бақытсыз болып жаратылғансың. Вот тебе доказательство, өйткені сен әкең мынандай болған, сен анаң мынандай болған, сен тағдырың осындай. Мен не істеді? Маған дәлелдеп береді сен жаман екенін. Бір күн күшті болып жүремін, келесі күні көңіл күйім нашар болып тұрады. Өйткені мына 95% жеңіп тастайды. Сол себептен адамдар бізге, психологтарға, психосоматтарға не үшін келеді олар? Мына өміріндегі санасындағы проблема жоқ деп айтатын сол да мен адамдарға. Проблема санада болса, сіз психдиспансерда жату керексіз. Умственный отсталый деген диагнозбен, шизофрения, басқа бір нәрсе дегенше. Сіз 2-2 қосқан кезде 5 болатын түсінетін адам болсаңыз, значит, нормальный адамсыз. 5 болмайтын түсінетін болсаңыз, значит, нормальный адамсыз, ше. Санаңыз істеп тұр деген сөз. Проблема сіздің санаңызда емес. Проблема сіздің түп санаңызда. И вот адамда қарым-қатынаста бақытсыз болып жүргенде, қаржымен қиналғанда, қарызда болғанда, әрекет еткісі келеді, ет алмаған кезде не істейді? Бізге келеді. Біз не істейміз адамға? Қалай көмсеміз? Біздің істейтін жұмысымыз мынау бір сверхъестественный нәрсе емес. Простой. Түп санасына кіреміз. Мынау не үшін ол өзін жаман деп есептеді? Қай жасынан басталды есептеу? Опытын табуымыз, доказательствосын. Осы жерден оны кетіреміз. Осы жерден оны сенімдерін өзгертеміз, көмектесеміз өзгертуге. Одан кейін ол дәл сол қазір уақытқа келеді. Санасы мен түп санасы уже келіседі мен жақсы екенімді, ше. Санасы мен түп санасы келіседі, ол лайықты екенін. Например, мынау убеждение болса. Түсіндіріп алдым ба? Сол үшін біз нені өзгертеміз біз? Адамның енді қызық жері, мынау опыт бар ғой, жаман опыт. Мысалы, қандай опыт болады кішкентай кезімізде? Мектеп бар. Бірінші ата-ана басталады. Ата-ана ауруы мүмкін. Біреуін төбелесу мүмкін. Мен қарым-қатынас не екенін білмеймін. Дүниеге енді келдім. Қараймын, әкем мен шешем біреуін ұрысып қырылысып жатыр. Отношение деген осындай болады екен, ұрыс керіс. Біз айтамыз, отбасы ыдыс-аяқ сынбай тұрмайды деп айтамыз, е? Тағы да бір нәрсе деп убеждение қалыптасады біздің басымызға. Эмоциональный качели көрем, кімнен? Мамамнан көрем. Бір күні бақытты, бір күні бақытсыз, ұрысып, қырылысып, әкемнен көрем. Например, жаман образдар болса, ше. Жақсы да күндер бар, жаман да күндер бар. Бірақ почему-то түп санада жаман нелер қатты қалады, ше. Почему? Десе, оказывается, это больно. Больдар қатты да, психоэмоциональный боль қатты. Осы нәрсе психикада қатты жатталып қалады екен, сразу автомат түрде, ше. И есейген кезінде, егер адам оқымаса, дамымаса, убеждениялар ауыспаса, сол қандай убеждениені көрді кішкентай кезінде? Сол убеждениялар, сенімдері соны автоматты түрде жасайды. И қызық жері, мынандай тағы да опыт бар. Сепарация деген нәрсе түсіндірейін. Например, адам не істейді? Мен жаман болған соң кімге ренжиді? Әкесі мен анасына ренжиді. Подсознанияда, ше. Бұл тағы да түсіндірем сіздерге. Түп санада ғана, санасында емес. Санасында кез келген адамнан сұраңыз, мысалы, қарым-қатынасы бақытсыз болып жүр, мысалы. Бақытсыз болып жүрсе сұраңыз, анаңызға ренішіңіз бар ма десе, жоға, қайдағы анашым дейді. Причем тут анашы, мен күйеуім жаман адам дейді да. Причем тут мен анам деп айтады. И ол дұрыс айтады. Санасында 5%-те, 5%-те. Ол жерде ананың вообще қатысы жоқ. Ол жерде күйеуі болып жатыр жаман, ше. Проблема оның түп санасында. Ал түп санада 95%-те
Ол 7 жасқа дейін формироваться етілген соң, 7 жасқа дейін бекітілген соң, біздің ең үлкен авторитетный лицомыз кім? Әкеміз және анамыз. Осы екеуіне қарап тұрып біз қараймыз, әлем деген жақсы немесе жаман, әлем деген безопасны немесе қауіпті, отношение жақсы немесе жаман, ақша деген жақсы немесе жаман, әлем деген осындай, бауыр деген осындай, мен жақсы немесе жаманмын деген оценкалар пайда болады сол кезде ше. Түп сана деңгейінде әке мен ананың образы қатты әсер етеді. Сана деңгейінде емес. Санада проблема болмайды. Тағы қайтадан, енді қарайық, түп санасында не дейді? Ол реніш болады. Енді қарайық, неге ата-ананың өмірінде осындай проблемалар болады? Неге біз ата-анамыз сразу идеальный болып кетпейді? Идеальный сразу психолог болып кетпейді үйленген кезде? Неге олар психологияны зерттеп тастаған жоқ, отношения зерттеп тастаған жоқ, неге олар миллионер болып кеткен жоқ? Біз ренжиміз ғой, неге олар идеальный ата-ана емес деп. Өйткені олар да мен сияқты адамдар, оказывается, обычный, дүниеге келген, ештеңке білмеген, ештеңке түсінбеген, олар өзінің әкесі мен анасынан көрген. А оның әкесі мен анасы тоже самый, дым білмей дүниеге келген, олар да сөйтіп өмір сүрген, өмір как получилось, так получилось. То есть оларда өмірлері тура мен сияқты қалай келді, тура сол сияқты оларда өмір сүрді солайша. То есть олар обычный адамдар, қарапайым адамдар, который өмір сүрген. И олар білмеген, білмеуді мүмкін, білуді мүмкін, замандар басқаша болды. Біздің мысалы тарих бойынша білетін болсақ, аталарымыз замандары қазіргі заманнан қарағанда ауыр болды, Оларда мысалы махаббат деген нәрсе уақыт болған жоқ, өйткені олардың мақсаттары выживание болды. Олар кәдімгідей нанға таласты. Күнделікті өмір сүруге таласқан уақыт болған. Құдайға шүкір, заман қазір берекелі заманда бізде басқа нәрсеге не жоқ. Талас жоқ. Бізде қазір бақытсыз дейміз қазір. Біз бай болғымыз келеді, біз күшті, бізге отношение керек. Қазір заман керемет заманда, Аллаға шүкір. Біз сол заманның куәгеріміз қазір. Бірақ олар өкінішке орай ол заман куәгері болған жоқ. Оларда обычно, конечно, не болады, травма көп болады орда. Страх көп болды. Негативный опыттар көп болды. Угроза, саясат, сондай нәрселерді. И сол үшін біздің ата-анамыз сол себепті сондай да. Енді мен оларға ренжимін. Ренішім бар болған кезде, байқасаңыздар, мен ата-анаға ренжіген кезде автоматты түрде солардың тағдырларын қайталаймын. Тағдыр қайталанады. Бірақ тікелей сондай формада емес. Тікелей олар сияқты емес. Бірақ опыт сол тәжірибені көремін ше. Не себептен? Оларға реніш бар себептен. Оларға реніш бар себептен. Мен олардың опыттарында көрген кезінде, мысалы, кейбір ажырасуға тақалып қалған әйел кісілер, или ажырасып кеткен әйел кісілер маған келеді ғой, мысалы, консультацияға ше. Сөйтіп қарайтын болсақ, олар кейбіреулері мынандай анасына ренжігенде, әкесі ішкен, ұрған, соққан, соны көрген бала, қыз бала, сөйтіп анасына ренжіген, неге сен осы әкемізден ажырасып кетпейсің деп ренжіген, ол сен ұрады, соғады деп ше. Ренжігенде. Сол түсінбейді ғой неге кетпей тұрған, өйткені жақсы көріп тұр, ар жағынан несін уайымдап тұр, мысалы, бала шағасын уайымдап тұр, шыдау жүр жарайды, ол адам болып кетеді-ау деп шыдау жүр енді. Ол соны таңдады, мамасы соны таңдады, шыдауды ше. Сөйтіп ренжиді ғой. Ертең есейген кезінде почему-то сондай қыздар оны ұратын, соғатын күйеуі тартып алады да. Сөйтіп орда выбор болады. Не сол күйеуден кету, не соны шыдау. Сол кезде олар кімді түсінеді? Анасын түсінеді. И осы жерде негізі анасына де претензиясы кету керек еді. Анасына қалай претензиясы кетеді, отношение жақсарады. Психосоматиканың мынандай ұстаным бар. Түп санада әкенің шешен образы әсер етеді ғой, қатты. Егер түп санада адам
түп санасында анасына қатысты реніші бар болса, ол қарым-қатынаста қиналады. Қарым-қатынас, социалды орта, қарым-қатынас және социалды орта. Әкесіне қатысты реніші бар болса, ол қаржы қиналады, жауапкершілік. Мына жерде анасы бұл ішкі тыныштық. Ішкі тыныштық, внутренняя безопасность деп айтады, ішкі тыныштық қиын болады. Бұл әкесіне қаржы, жауапкершілік и материальное обеспечение. Материалды қажеттіліктер орындалған немесе орындалмаған. Яғни түп санасында әкесіне немесе анасына ренжіген кезде ол автомат түрде осында қиындықтар болады екен. Подсознаниясында, түп санасында, тағы да айтамын, санасында емес. Енді не нәрсе бар, мұнда қандай мәселе бар? Бұл жерде мынандай мәселе бар. Әкесі мен анасын неге әсер етеді? Өйткені біздің денеміз, биологиямыз, біздің денеміз өздігімен жаратылмаған, әкеміз бен анамыздың бөлігінен жаратылған. Яғни менің денемде 50% қаным, хромосомаларым әкемнен, 50% анамнан. Мен оларды қабылдамасам, мен өз-өзімді қабылдамаймын. Адам өз-өзін қабылдамайды. Өз-өзінді қабылдамаған адам реализация ете алмайды. Постоянно жан дүниесінде мынандай сезім болады. Как будто мне что-то не хватает. Как будто мне что-то не хватает в моей жизни. И сол себептен ол қаржыға реализация ете алмайды, ол қарым-қатынаста реализация ете алмайды. Так, бүгінге осымен жететін сияқты, Сол себептен біз не істеуіміз керек? Әкеміздің образымызды жақсартуымыз керек. Түп санамызда, жан дүниемізде. И анамыздың образын жақсарту керек. Полное принятие. Вот мен хочу быть счастливым. Первое начинаем с этого, образдан бастаймыз. Потом только уже мен өзімді қабылдағаннан кейін мен өзімді түсіне аламын, что я хочу от жизни, как я хочу от жизни жить. Так, осы жерде қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті жақсылар? Осы сабақ сақталады ғой, Біз неден қарай аламыз ба? Зумнан кіріп? Сақталады. Зумнан кіріп қараламыз ба? Қалай Зумнан емес, ютубтан. Мен ютубқа сақтаймын бұл сабақтарды. Ссылкасын жібересіз ба сонда? Обязательно. Сіздерге мамандарға жіберемін. Саян мырза, менде вот сұрақ болып тұр. Мысалға мен анам суицидтан қайтыс болғанда, мен ол кезде 9 жаста болғам. И менің туған ағам тоже суицидтан қайтыс болды. И менде сол тұқым қуалайды ма? Это же психологическое отклонение же, енді ол родта негізі медицина жөнінде айтатын болсақ. Мысалыға, если әкесі суицид или тұқымында суицид болса, оларды комитетке алмайды, КНБ, милиция, даже армияға баратын болса да, олардан, это они медицина тұрғыда олар психологический какие-то отклонениясы бар, тұқым деп ойлайды, род, енді это передается деп. Мен енді қазір түсініп отырмын ғой, что это олардың өздерінің бір программасы болған шығар. Ағамда енді шешемнен қалып қалған программа, шешемде енді кімнен қалған программа екен. Мен енді осы сабақты қазір тыңдап отырсам, это были убеждения, выходит, Это значит, сіздің бауырыңызда не болды, анасына? Анасына деген претензия, Реніш болды, неге ол дүниеден өтіп кетті деген ше? Менде де болды ол менде де болды. Қалай бізді 4 баласын ойламай 27 жасында өз-өзіне қол жұмсады деген сияқты. Біз ол кезде кішкентай едік. Бірақ мен оны кейіннен енді есе келе, өзім отбасы болғанда қарым-қатынасы нашар болды, мен оны жасырмаймын. Бірақ мен оны әртүрлі тренингтерге барып, нелерге қатысып, мен оны жеңдім. Қарым-қатынасым Аллаға шүкір бәрі жақсы.
алты балам бар, бірақ менің бір баламда сол проявляция ететін сияқты да. Поэтому маған осы психосоматика қызық болды шыны керек. Мен даже осыны кәдімгі маман ретінде оқып алғым келеді, ниеттеніп отырмын. Иә. Бұл мынандай нәрсе да. Если я обрываю, мысалы, тектілік деген нәрсе бар ғой, тектіліктің энергиясы бар ғой. Если я обрываю эту связь, мысалы, ренішті жіберсем, олардың жаман жағы мен жақсы жағын қабылдайтын болсам, эта связь обрывается через меня, ше. Менің поколениеме уже әсер етпейді. Если я обрываю это, ше. Бұл негативный Ол энергия жаңа менен тоқталады, ше. Ау? Родология деген обрыв род, родология деп айтады ғой, соған қатысты ма? Вообще маған қызық осы жақтар, поэтому мен ізденіп жүрмін да. Вот негативная энергия бар ғой, негативная. Мысалы, менің ата-анамда негативный опыт болды, мысалы, ше. Болады, бәрімізде бар ол, бүкіл ата-анамызда бар. Біреуде, мысалы, соғыстан қайтыс болды, біреуде бір нәрсе болды, насилие болды, басқа бір нәрсе болды, суицидпен қайтыс болды деген сияқты, ше. Ондайлар болады, и мы должны это признать, что менің родымда неудачалар болған, ше. Қабылдауым керекпін, ше. Спокойно. Признать, что у них такое было. Признать, что у них жақсы нәрселерді болды, жаман нәрселерді болды мен тегімде, и сол үшін благодарить оларға. Вот самое ценное это благодарность, ше. Благодарность, олар хоть дүниеден өтіп кетсе де, мен тірімін ғой қазір. Сіздің мамаңыз дүниеден, ей было тяжело, поэтому она решила сама уйти. Но она же вас бәрін алып кеткен жоқ қой. Иә. А есть сондай ата-аналар бар, которые не істеді? Бірінші балаларын, сосын бірақ өзін. Она вам сохранила жизнь. Сендер бақытты бола беріңдер, но мне уже тяжело, я уже дальше не могу деді. Немен күресті ол? Негативный эмоциялар мен сезімдері соны көтере алмады. Всего лишь сезім, эмоцияларды көтере алмады. Боль, телесная боль, которая жан дүниесін қинағанша. Сіз оны көрдіңіз. И оттуда что можно понять? Мен қазір тірімін, тамақ жей аламын, сөйлей аламын. Но санам істеп тұр. Екіде екіні қосқан кезде 5 болмайтынын түсініп тұрмын. Значит, басым істеп тұр, Құдайға шүкір. Денім сау, жейтін тамағым бар. Это заслуга моих родителей, ше. И менің задачам их и благодарить негізінде. А если мен ренжісем, қараңыз, түп сана деңгейде болу керек те, түп сана деңгейде. 95% болу керек, ше. Вот санамен түп сана деңгейінде келісім болу керек, что мен буду благодарить их, ше. Енді менде сұрақ болса, неге анам қайтыс болды, ой, болмау керек еді деген сияқты. Неге осындай болды, неге әкем бүйтті, неге анам сөйтті, неге мынау сөйтті деген сұрақтары болып, ішімде бір түрлі сезім, реніш сезім болса, немесе өзім тегіме қараймын, олар ішкен болса, басқа біреу болатын болса, мына жерде достардың ата-анасы бәрі нормально, богатый или жақсы, күйеуімнің ата-анасы бәрі жақсы, почему-то мен айтамын, ішкен болса, внутри мен сол үшін өзімді кінәлі сезім, жаман сезінетін болсам, мен автоматически өзімнің родымның, тегімнің негативный энергиясын өзіме тартамын. Этот груз я несу с собой. Сол үшін этот груз повтор не болмау үшін не істеу керек? Надо принять жаман жағын олардың, жақсы жағын, и поблагодарить за этот опыт, и четко түсіну керек, что это олардың өмірлері, менікі емес. Құдай қаласа, расстановка, қарым-қатынас өтеміз ғой, сол кезде расстановка деген, личная граница деген сабақ өтеміз, сол жерде бұған тағы да кіреміз. Как различать, психикада различение бөлу керекпіз да, психикада. Біз пространственное мышление болған соң біз бөле алмаймыз. Біз ойлаймыз, мен әкем бұл менмін, анам бұл менмін, тегім бұл менмін дегенше. Тегім бұл мен емеспін. Мен тегім емеспін, тегім мен емес. Бірақ олар менің денеме қазір аман сау болғанына үлкен еңбегін қосқан адамдар. Хоть тағдырларында ауыр нәрсе болса да, жабықсыз нәрсе болса да, ше. Сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Иә, түсіндім, иә. Сол, енді Құдай қаласа біздің задача қандай? Түп сананы түсіндік қой не екенін.
Екі вопрос та мына жерде адамдарда ше. То есть мен проблема қалай бар екен, түп санадан екен қалай түсінемін. То есть проблема менде түп санада екенін. Простой екі ақ нәрсемен. Мен саналы түрде істегім келген нәрсені істей алмай жүрсем, вот мен хочу істеуге, вот осознанно ақылмен түсініп тұрмын, бірақ істей алмай жүрмін. Сана түсініп тұр істеу керектігін, түп сана жоқ деп тұр. Проблема қай жерде? Түп санада. Не істеу керек? 95% реттеу керек. Келістіру керек екеуін ше. иә Немесе екінші нәрсе. менде де бар ол прокрастинация. Иә. Екінші нәрсе, мен істегім келмейді бір нәрсені. Саналы түрде мен түсініп тұрмын, бұны істемеу керек. бірақ істемеймін. Істесем бұл жаман болады. Істемеу керектігін біліп тұрмын, бірақ автомат түрде соны істеп қоямын. Неге? Проблема қай жерде? 5% емес, өйткені біліп тұрмын ол дұрыс емес екен. Бірақ соны істеп жатырмын, проблема мен түп санамда. 95%. 95% мені жеңіп жатыр. Сол үшін біз не істеуіміз керек? Түп сананы тазартуымыз керек. Кетіруіміз керек. Оны біз қалай кетіреміз? Алла жаса 4 методика арқылы. Саналы терапия, регрессивный терапия, тәубе методикасы және денеден ауырды шығару терапиясы. 4 терапия арқылы. Түп сананы өзгертуге үйренеміз. Түп сана өзгертуге көмектесеміз Алла қаласа. Адам, мысалы кез келген адам саналы түрде істегісі келген нәрсені істеу үшін, істегісі келмеген нәрсені істемеу үшін. Алла жаса. Солай құрметті жастар, тағы да кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарыңыз бар болса, бір-екі сұраққа жауап берейін, сонымен рұқсат болса сабақты аяқтайын. Насчет келесі сабақ, мен қазір кешке дейін қарайын уақытымда, есе үлгеріп жатсам, Алла жаса, келесі сабақты ертең сағат 15:00-де, немесе среда күні сағат 15:00-де өткіземіз. Среда күні енді точно өткіземіз 15:00-де. Так, среда күні. Мен бір сұрақ қойып жіберейінші. Давайте сұрақ қойыңыз. Менде деген былай болады, если мысалы постоянно үйде күйеуіммен жолдасыммен проблема болып сөйтіп не істеді да, теперь үйде қандай да бір у-шу бірдеңе істеп бола ма, и андай өзім тыныштық таба алмай қалам, и аяқ қолым как будто андай зажим бола ма, и ұйықтай алмаймын, уайымдап, и қиналып қалам, өзім қиналатын өзім. Сол күні қиналып қалам, басқа ешкім қинамайды, и жалғыз мен қиналам. Сосын осы үйде болсам, уже үйге кірдім ба, андай все уже негативный нелер, ойлар, сыртта жүргенде білінбейді, үйге зажим, өзім зажиматив қолдарым біртүрлі болып, и ұйқым не болса соны ойлап, и сондай болып қалады. И бірдеңе күттай бір ұрыс бірдеңе болды ма, и үйдегілер мысалы қарапайым есік кілттеп қойса, и болды, соны деген маған деген не істеп жатыр, өз-өзімен қиналып, ұрысып, сөйтіп қалады. Не себепті? Жаңағы сабақта еске түсіріңіз, енді анализ жасаңыз. Сол бұрынғы менің мысалы кішкентай кезімдегі түп санадан болып тұр ма, сонда жаңа 7 жасқа дейінгі кезде. Не обязательно кішкентай кез. Ойлап қалмаңыздар. Не только кішкентай кез. Ертең бұл тақырып қоятымыз психотравма деген ше. Любой кез әсер етеді. Фундаменталды сенімдер 7 жасқа дейін формироваться етіледі. Ал психотравма деген нәрсе өмірімде кез келген жағдайдан әсер етеді. Мысалы, сіздің күйеуіңізге тұрмысқа шыққаннан кейін бірінші алған травмаңыз болуы мүмкін ше. Осы нәрсе түп санаңызда тұруы мүмкін. Қазір ол проблема шешілсе де, саналы түрде шешілсе де, бірақ денеде страх болуы мүмкін. Иә, сол страх бар, иә. И мен санамен түсініп тұрмын, 5% түсініп тұрмын. Қорқатын ештеңе жоқ мына жақта ше. Денем қорқыныш ұрып тұр. Иә, дене қорқыныш ұрып тұр, қорқады. Андай прям жібермейді, не істеп алды. Өйткені түп сана деген біздің денеміз. Эмоция, сезім, көрдіңіз ба? 95%. Вот психосоматиканың мақсаты осы, адам денесіндегі қорқыныштар кетіру ше. Чтобы адам осознанно саналы түрде өмір сүру үшін.
Мгм. Бұйырса бұл практикалармен алла қаласа уже келесі сабақтан бастаймыз уже практиканы ше. Прям жаңа Yes. сіздің сабағыңыздан кейін де прям андай психологически белгілі да андай. Прям жеп жеңіл жаңа шаршап, өзім жаңа Құраннан келіп едім ғой, екі сабақты қалай аламын екен деп уайымдап сен прям жеңіл қабылдап, күшті демалып қалдым да прям. Аллаға шүкір. Я Аллах, машаллах, күшті. Рахмет, Алла разы болсын. Күшті. Жақсы, онда бұйырса группаға сабақ жіберіп қоямын, тағы қайталаңыздар. Кем дегенде әр сабақты 3 рет қайталаңыздар ше, өтініш. Менің как сіздерге бұйырса енді алла тағала ұстаз ретінде беріп жатыр қысқа уақытқа. Алашты бір айдан кейін уже коллега боламыз ғой, құдай қаласа, оқуды бітіргеннен кейін. Пока ұстазбын. И ұстаз ретінде сіздерге просьба, әр сабақты 3 рет қарап шығыңыздар. Жақсы. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.